қызылордалық мәселеге қатысты келетін болсақ, бұл мен кеше ғана бірден әкімнің орынбасарымен тікелей телефонға шығып, болған мәселеге қатысты қандай шаралардың қолданып жатқандығын және тек қана бір мектепке қатысты емес, аймақта нақты қандай шаралар қолданылатын отырғасында біз жарты сағаттай әңгімелестік. Бұндай жұмыстар Павлодар және Жамбыл өңірлеріндегі әкімдіктерменен де арнайы кешенді жоспар құру бағытында қазір жұмыстар қолға алынып жатыр. Одан бөлек әкімдіктерге ескерту жасалды. Бұған дейін біз оқу жылының басында барлық өңірлерде психологиялық қызметтің орталығын құруды тапсырған болатынбыз. Оның әдістемелік құралдары әзірленіп, тиісті қызметкерлердің бәрі оқу тренингтерден өткізілген болатындығын, дейбірғаменен осы өңірлердегі жаңа орталықтарды ашудың кешеуілдеуі де мына жұмыстың сапалы ұйымдастырылуына әсер етіп отырғандығы тұрғысынан біз ескерту жасадық. Бүгінгі күні ол өңірлердің барлығында қазір маған баяндап отыр орталықтар ашылды. Бұл да аталған жұмыстың сапалы болашақта ұйымдастырылуына нақты тиімді әсер ететіндігін біз қазір көріп отырмыз. Жұмыс ары қарай жалғасуда және бұл жұмысты біз барлық өңірлерде тек қана осы жағдай болған өңірлер ғана емес, барлық өңірлерде де қайта қарастыруды, мектеп басшыларының жауапкершілігін тек қана мектеп қана емес, сонымен қатар ішкі істер органдарының тағы да басқа тиісті органдардың барлығын жұмыла осы қауіпсіздікті қамтамасыз ету бағытында қазір тиісті шаралар қабылданып жатыр.